Алматының 5 перзентханасына шала туған шараналардың еркін тыныстауына көмек беретін құрылғылар таратылды. Бұл тыныс алу бүлдіршін атты қайырымдылық жобасының игілігі. Сауапты бастаманың басқасында жүрген Каспий банк ай күні жетпей туылып, шетіне жаздаған шақалақтардың өміріне араша түсіп жүр. 200 мың ақш долларын бөліп, барлық емдеу жабдығын әперіпті. Қаладағы нөмір 3 перзентханадағы мына бөлмеге көбінесе шала туылған, салмағы аз, өз еркімен тыныс ала алмайтын сәбилер келіп түседі. Соның бірі Арман мен Жасмин. Сәуле Абдуллина тұңғыштарын 8 айлығында босанған. 2,5 келі салмақпен туылған шақалақтар арнайы құралдың көмегімен тыныс алуда. 8 апрельден босандым. Балалардың тыныс алуы төмен болған, туылған кезінде. Шала туылған 35 недел. Аппараттар көп болса, балалардың аман қалуына жәрдемдесіп, көмектесіп. Ай жетпей туылған әлсіз сәбилерді күтуге арналған жан сақтау үстелдері, перфузорлар, тыныс алу құрылғылары Алматыдағы 5 бірдей перзентханаға орналастырылды. Балаларды аман сақтап қалуға қажетті жабдықтармен қамтамасыз етуге қажетті 200 мың ақш долларын Каспий банкі бөлді. Енді шала туылған сәбилердің өміршеңдігі 5 есеге артпақ. Социальная ответственность любого бизнеса. Біздің болашағымыз балалар, сондықтан олардың денсаулығын тумысынан жақсартуымыз керек. Осындай медициналық құрылғыларды сыйға тарта отырып, әр отбасына бақыт, қуаныш сыйлағымыз келді. Каспий банк, он нам помогает уже несколько лет. Қайырымды шараны біздің қазақстандық бизнес флагмандарының көмегінсіз жүзеге асыру мүмкін болмас еді. Каспий банк тыныс ал бүлдіршін жобасының бірінші бөлігіне де белсене атсалысқан. Екінші кезеңді де толықтай қаржыландырды. Отандық банктердің үздік ондығына кіретін Каспий банкі өткен жылы түрлі әлеуметтік жобаларға 21 миллион теңге бөлген. Айгүл Махамболат, Жұмабай, ұлттық арна.